Қазақта бір өнер болған. Оның құпиясын сатпаған, қағазға түсірмеген, бөтенге үйретпеген, тек өз ұрпағына аманат еткен. Зергер, алтын мен күмісті өңдейтін шебер. Бұл сөз парсының зер, алтын деген сөзінен шыққан. Ертеде зергерлік кәсіп әулеттен әулетке жалғасқан. Шеберліктің барлық құпиясы мен тәсілі ең қымбат мұра ретінде тек ұрпағына берілген. Үйде емес, малда емес, жерде емес. Ең бағалысы алтынмен жұмыс істеу өнері болған. Зергер бұйым жасамас бұрын оның кімге арналған сұраған. Жасы қанша, қайрудың қызы не ұлы? Себебі әр оюдың, әр өрнектің, әр тастың өз мәні болған. Әшекей тек сән үшін тағылмаған. Ол иесіне қызмет етуі, қорғауы керек деп сенген. Бұл жай ғана жұмыс емес, бұл үлкен жауапкершілік. Қазақ зергерлері әр әшекейдің артында адам тұрғанын жақсы түсінген. Сол адамға құрметпен қараған. Алтын дәстүр, М. Ломбард.